Бүгін номер 90 жалпы орта мектебінде қалалық семинар басталды. Семинардың тақырыбы мұғалімнің кәсіби дамуы мен заманауи жоғары мектептерді модернизациялау білім берудегі табыстың кілті. Іс-шараға қаладағы бірқатар мектептерден 200-ден астам ұстаздар мен білім саласының мамандары келді. Семинарға келген қонақтар алдымен қолөнер шеберлері, робототехника және мектептің жетістіктерімен айшықтайтын көрмені тамашалады. Hello, my name is Jata. Theme of my research work is simple. In this project, I collected a lot of information about this flower, also about its crown, colors and feature and beautiful sights. Семинар акцияларындағы концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. Мектептің өнерлі оқушылары сахналық көріністер көрсетсе, әншілер мен бишілер көрермендерге керемет тарту жасады. Ал мектептің полиглот оқушылары TEDx жобасының ерекшеліктерін түсіндіріп, өздерінің 3 тілді еркін меңгергендерін көрсетті. Сен егер сол ауланы салсаң және де сыртын көрген адам ішінің қандай керемет екенін көретіндей болса, болсын деп талап қояды. Сондықтан да ол соны талап оны мақсат ретінде сақтап, өзінің iPhone өнімін шығарады. Семинарға қатысқан қонақтар мектеп оқушыларының білімі мен өнерінен тәнті болып, өз әсерлерімен бөлісті. Алғысымызды білдіреміз осындай семинар ұйымдастырып отырғандарыңызға. Әсер деген өте тамаша, үлкен әсерде қалып отырмыз. Бүгінгі заманауи 3 тілдік бағдарламаны алып отырсыздар. Жан-жақты оқушылардың дарынды екенін көріп тұр. Алдағы уақытта шығармашылық табыс тек қана биік шыңдардан көріне беріңіздер. Мектебіңіздерге бірінші рет келіп жатырмын. Мектебіңіздер өте әдемі, жақсы. Оқушылар өте жақсы қатысып жатыр. Өнерлерін көрсетіп жатыр өздеріне. Жаңа бағдарлама бойынша көп нәрсені көрді, үйренсе болады. Рахмет сіздерге. Барлық жаңағы көрнекілік құралдары, бұл кісілердің жаңағы жүзі жарық мектепте жаңағы мұғалімдердің жақсы күтіп алуы ұнады. Кейін мына семинардың барысы, жүрістері, мына оқушылардың билері, мына оқушылардың жаңағы барлық неде жаңағы көрсетіп жатқан көріністердің барлығы ұнады. Келгеннен бастап тұмарларды жасаған өте үлкен ауқымды жұмыстарды көрдім. Және мынау ағаштан жасалған жұмыстар барлығы үлкен көлемде. Бұның өзі үлкен еңбекті, сондай еңбек сүйгіштікті талап ететін сондай жұмыстар, шығармашылық жұмыстар өте қатты. Мен сол жағын үлкен баға беріп отырмын. Бұдан кейін семинар ашық сабақтармен жалғасын тапты. Келген қонақтар топ-топқа бөлініп, барлық пәндер бойынша өткен ашық сабақтарды тамашалады. Ұстаздарды әсіресе мектеп дәрісінде өткен география сабағы қатты қызықтырды. Өйткені мұнда оқушылар республика мектептеріндегі ең үлкен глобус пен картадан географиялық атаулар мен материктерді көрсетті. Ал семинарға қатысқан ұстаздар қауымы оқушылардың білімін жоғары бағалады. Сегодня на этом семинаре мне очень понравился урок русского языка. Очень понравился, потому что школа это казахская. Дети говорят по-русски очень хорошо. Все понимают, что учитель у них спрашивает, все понимают, что учитель говорит, все понимают, что от них требуется. Мне понравилось, что каждый учитель, который пришел сюда, увидели, как нужно работать по обновленной программе. Вот сейчас очень много новшеств. У вас в школе очень хорошо, мне понравилось, что везде есть вот эти вот доски современные, везде есть видео, везде есть аудио. Вот. И сам учитель очень хорошо готовился к уроку. И различные смайлики есть, и различные задания есть. Очень было интересно смотреть. Ал Шымкент қаласының бас ұстазы Ағарке Абылайхан семинардың мұғалімдер арасында тәжірибе алмасы білім деңгейлерін арттыруға мол мүмкіндік беретінін жеткізді. Жалпы балалардың мен өзім үшін бүкіл сабақтарға қатысып отырған себебім балалардың жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде түсіну деңгейі қаншалықты. Сондықтан әрбір сыныптарда балалармен олардың білімдерін көріп, осы бағытта ой зерделеп жүрміз. Сонымен қатар әрбір ұстаз шығармашылық тұлға болу керек, ізденісте болу керек. Сонымен қатар бұл жерде мектептердің ең басты мақсатымыз арасындағы байланысты нығайта отырып, жалпы білім сапасын көтеру. Осылайша семинарға келген қонақтар білім саласына қатысты пайдалы дүниелерді меңгеріп, жаңашылдықтардың куәсі болды. Дариға Маумедова, Сұлтан Бақытжанұлы, арнайы Дидар ТВ үшін.